Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеоны біз Никарагуадан көрсететін боламыз сіздерге. Анықырақ етіп айтатын болсақ, Никарагуадағы мынандай машиналардың жарысын көрсететін боламыз ағайындар. Бұл жерде Никарагуада осындай металлический конструкторлардан құралған картинг машиналарының жарысы жыл сайын өтеді. Және біздің елімізде де осындай жарыстар көптеп болса екен деп тілеп қаламыз. Енді осы кезде осы Эквадордың экономикалық және технологиялық дамуының бір туындысын тамашалайық. Осындай жарыстарды ұйымдастырып отырған Эквадор үкіметіне рахмет айта отырып, жарысты бастап кеттік. Қазір біздің мынау командамыз никарагуалық қызыл киімдегі Марко мен Зумба екен. Марко мен Зумба қазір келесі машинаны озып бара жатыр. Жанымыздағы серіктестеріміз қалып кетті. Қазір алдыңғы қатарда отырған аты есімнен шықпаса Марко қазір шеберлікпен картингті басқарып келе жатыр. Естеріңізге сала кетейін, бұл картингтің моторы жоқ. Яғни жоғарыдан таулы аймақтардан пәске қарай зымырап ұшатын осындай өз инерциясымен, яғни өзінің салмағымен пәске қарай тартылыс күшімен зымырап ұшатын машиналар жарысы. Енді қазір Марко мен Зумба пәске қарай зымырап ұшып бара жатыр. Бұлар финишке жеткен кезде қаншалықты қандай орын алатыны қызық. Сол себепті де видеоны соңына дейін көруді мен сіздерге кеңес беремін. Ал енді қазір видеоны тамашалайық. Біздің Марко мен Зумба өте шеберлікпен жақсы жүріп келе жатыр. Мына оң жақтарыңызда таулы аймақтардың бөктеріндегі сіздер дүкендерді көріп отырсыздар. Бұл жерде әртүрлі нан, пан, шекер деген сияқты әртүрлі заттарды сатады. Ал енді біз видеомызды әрі қарай тамашалай отырып, Марко мен Зумбаның ерекше тәжірибесіне тәнті болып отырмыз. Ол қазір екі өзінің оппоненттерін зымырап шыр көбелек айландырып кетіп, 4-ші орында келе жатыр. Егерде қателеспейтін болсақ, сондай шеберлікпен қазір 3-ші орынға жақындап келе жатыр. Біздің достарымыз Марко мен Зумба қазір алдыңғы шептегі біздің оппоненттеріміз өте шеберлікпен моторы жоқ картингті басқарып келе жатыр. Қазір Марко басын солға қарап бұрып, Зумбаға қаттырақ сілте деп айқайлап жатыр. Ал Зумба болса, мен қалай сілтеймін, Марко, сен қызықсың деп жатыр. Енді бұл жерде бұл сілтеудің машинаның қатты жүруіне әсер ете ма, етпей ма, біз білмейміз. Сол себепті сіздер комментарияда жазып қалдырыңыздар. Бұл машинаны сілтеуде бір инерциялық пайда береді ма, яғни тартылыс күшіне септік жасап, картингтің қатты жүруіне септік бола ма? Сол жайында сіз комментария жазып қалдырыңыздар. Ал енді қазір Марко мен Зумба пәске қарай зымырап ұшып келе жатыр. Жолдың шетінде адамдар тамашалап Марко деп айқайлап жатқаны белгілі. Қазір мұны оңға қарай сондай шеберлікпен бұрып, картингті аса шеберлікпен басқарып келе жатыр. Бұндай жағдайда Михаэл Шумахердің өзі де тәнті болып, көзі қызарып отыратын еді. Әрине, Михаэл Шумахерға біз үлкен денсаулық тілеп, ұзақ өмір тілеп қаламыз ағайындар. Ал енді бүгінгі қазір мына видеоға біз назар салайық. Марко мен Зумба екеуі пәске қарай зымырап ұшып келе жатыр. Шынын айтатын болсам қазір, құрметті көрермендер, қазір Марко мен Зумбаның шеберлікпен мынау бір картингті, яғни моторы жоқ картингті басқарып келе жатқанын біз куә болып, тәнті болып отырмыз. Және Марко мен Зумба екеуі қазір машиналарға шетке қаш деп Зумбаның біз көк перчаткасын көріп тұрмыз. Бұл машиналарды қаттырақ жүргізу үшін қазір Зумбаның, кешіресіздер, Марконың басын пәске қарай пәсейтіп, инерциялық, яғни желге қарсы осындай бір аэродинамикалық әдістерді қолданып, қасындағы оппонентті қалдырып 3-ші орынға шығып отырғанын көріп отырмыз. Яғни 3-ші ма, 4-ші ма? 4-ші орынға шығып алған екенбіз. Қазір мынау артындағы Зумбаға Марко қолын көтеріп
қаттырақ сілте, болмаса сені жұмыстан шығарып жіберемін деп айтып жатқан сияқты. Дегенмен Зумба өзінің қызметін жақсы атқарып жатыр деп ойлаймыз. Себебі қазір біз 4-ші орында келе жатырмыз. Финишқа жақындаған кезде біз 1-ші орынға шыға аладық екенбіз. Соны комментарияда жазып қалдырыңыздар ағайындар. Сондай-ақ осындай картинг жарыстарды біздің елімізде болуын қаласаңыздар, сондай-ақ комментарий жазып қалдырыңыздар. Қазір біз 4-ші орындамыз. Марка мен Зумба моторы жоқ, бірақ тормозы бар, осындай металлический конструктордан құралған картинг машиналарын басқарып келе жатыр. Сондай-ақ шеберлікпен басқарып келе жатқанын айта кету қажет. Марко басын пәситіп алып қазір пәске қарай келе жатыр. Бірақ Марканың пәске қарай басын пәситіп желді тоқтату үшін, яғни желдің қарсылас аэродинамикалық әсерлерін төмендету үшін әрекет жасап жатқан қимылдары сәтсіздікпен аяқталып жатқан сияқты. Себебі машина орнынан жылжырайтын емес. Сол себепті де қазір қалыпты жағдайға отырып алды Марка. Машина сәл жылжиын деген сияқты. Марка артына қарап қойды. Артына қарап қазір боқтап жатыр. Себебі артындағылар жақындап келе жатқан сияқты. Сол себепті Марка қазір бар күшімен ойымен қазір қолын көтеріп жатыр. Қасындағы адамдарға. Енді қазір Марка бар ынта-шынтасын өзінің жолына қаратып жатыр. Оңға қарады, қазір оңға қарап бірдеңке айтып жатыр. Оң жақтағы адамдарды боқтап жатқан болуы мүмкін. Себебі 4-ші орында, даже 3-ші орынға да қазір лайықсыз болып келе жатыр. Артындағы Зумба өзінің қызметін жақсы атқармай жатыр ма? Машина онша қатты зымырап ұшып жатқан жоқ. Себебі алдындағы біздің оппоненттеріміз әлде қайда алға қарай зымырап кетіп қалған. Марка мен Зумба сонда да өздерінің нәтижелерін әлі де болса жақсылауға ұмтылып жатыр. Міне қазір сіздер көріп отырғандарыңыздай Марканың солға қарай қайта қарауы бұл жақсылықтың нышаны емес. Себебі сол жақтан қазір оппоненттеріміз озып кетті қазір. Ай қап деген ай дейміз. Осындайда моторың болса ғой, 3-4-ке сал жіберіп, газды басып жіберсең озып кете салатын. Әттең әрине бұндайда мотор бізде жоқ қазір. Сол жаққа Марка тағы да қарап жатыр. Ол дегеніңіз тағы да жақсылықтың нышаны емес шығар. Дегенмен қазір қатты сілтеп машина қатты жүріп бара жатқан сияқты. Ал енді қазір Марко барлық іс-әрекеттерін осы 4-ші машинадан озуға салып жатқан сияқты. Артындағы Зумба шаршады ма деймін, жота көрінбей қалды ғой. Қазір мына сіздер көріп отырған сол жақтағы коттедждер осы Никарагуадағы бай адамдардың коттедждері болуы мүмкін. Әрине біз қалай болды екен, финишқа кеп қалдық па десем, жоқ. Қазір біз мынандай бір Никарагуадағы ең бай адамдардың коттедждерінің алдынан өтіп, мынау қазір Марканың қуанып жатқанын көріп жатырмыз. Әрине, не үшін қуанып жатыр дейсіз? Біреулер айқайлап мақтап жатқан шығар Марка мен Зумбаны. Марка деп жатқан шығар. Қазір мынау Зумбаны да біз көрдік. Қазір Зумба не істеп жатыр? Зумба қазір, бұл жерде қазір бұлар машинадан түсіп, машинаны аяқпен жүгіретін сияқты. Көріп тұрғандарыңыздай Марка мен Зумба қазір жоғарға қарай аяқпен жүгіріп жатыр. Себебі бұл жерде машинаны аяқпен жүгірмесе, машина жоғарға қарай жүрмейтіні белгілі ғой. Сол себепті қазір көреміз. Марка таяқшасын қазір орнына салып қойды. Оң жақтағы никарагуалық иттерді көріп отырмыз. Қазақстанның иттерінен айырмашылығы көп емес шығар. Қазір енді зымырап бәске қарай гонкамызды жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермендер, мынау оң жақтағы дүкендерде әртүрлі жақсы балық еттерін сатады екен. Жазуды көрген болсаңыздар, комментария жазып қалдырыңыздар. Егер жазуды, фиш деген жазуды көрмеген болсаңыздар, онда тағы да комментария жазып қалдырыңыздар. Қазір біз туннелден өтіп бара жатырмыз. Естеріңізге сала кетейін, біз гонкада 5-ші орында келе жатырмыз. Бұл жерде қазір мынау оң қолдағы адамдар өздерінің қолдарын көтеріп Марко деп айқайлап жатқанын естіп қалдық. Келе жатыр. Дегенмен алдағы оппоненттеріміз көрінер емес. Олар зымырап әлде қайда финишқа жетіп қалғанда шығар. Мына қатты секіргендей. Осындайда амортизаторың болса ғой деп қаламыз.
мына қазір қасымыздан тағы да оппоненттер озып бізді ең 6-шы орындарға лақтырып біратала зымырап ұшып кетті. Не болды, Марко шаршады ма немесе Зумба шаршады ма білмедік. Әрине білмедік, осындайда машинада мотор болса ғой деп қаламыз. Әрине енді мотор жоқ, сол себепті Зумбаның да шаршағаннан отырып алғанын көріп отырмыз. Енді қазір қалай істейді екен, қалай озып кетеді екен, қалай ойлайсыздар? Егер де қалай озу керек екен және осындайда қалай машинаны дұрыс басқару керек екен білсеңіздер, комментарияда жазып қалдырыңыздар ағайындар. Сондай-ақ қазір тағы да аяқпен жүгіреді ме екен, қайтеді екен? Солай болады ау деймін. Жоқ, қазір мынау артындағы Зумбаның қимылдары өте бір ерсіз көрініп отыр ағайындар. Дегенмен бұл осындай сілтеулер осы машинаның инерциялық әрекетіне қатты әсер етеді ма? Яғни осы сілтеулер машинаның қозғалысын тездетеді ма? Осыны да бізге бір комментария қылып жазып қалдырсаңыздар, себебі мен осындай сілтеулердің машинаны тезірек жүргізеді дегеніне сенгім келмейді. Себебі білмеймін, себебі не үшін екен. Сондықтан да комментария жазып, комментарияда қалдырыңыздар. Құрметті ағайындар, сондай-ақ Марко мен Зумба финишқа жеткен кезде нешінші орында алатынын да комментарияда жазып қалдырсаңыздар болады. Комментария жазыңыздар деген жида көбейіп той деймін, сол себепті кешірім сұрай отырып, қазір мынау Марко кішкентай баланың машинасын озып кетті, қолын балаға қарай қолын созып еді. Бала менсінбей Марконың қолын алмай қойды. Енді Марко содан ренжіп қазір аяқпен жүгірейін деп жатқан сияқты. Марко қолдан істелінген таяқшасын қазір машинасына тығып, қазір қайтадан жүгіретін болады. Көріп отырғандарыңыздай аяқпен көмектесіп жатыр. Бұл осы гонканың тәртіптеріне сәйкес рұқсат берілетін сондай бір әдіс болса керек. Қазір мынау сол жақтағы, оң жақтағы адамдар мына екі адам тентек болып қалған ба деген сияқты бір ерекше көз бермей қарап тұрғанын көріп отырмыз ағайындар. Артындағы Зумбаның да біз каскасын көріп қалдық. Зумба шаршаған сияқты, Марко да шаршаған сияқты. Сондай-ақ Марко қазір таяқшасын қайттан салып қойды. Қазір оң жақтағы көрермендер видеоға түсіріп отырғанын көріп отырсыздар. Видео камерасы керемет екен. Сіздер байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма білмеймін, бірақ бұл Никарагуаның ең мықты экономикалық даму шеңберіндегі жасалып жатқан ең мықты видеокамералардың бірі болса керек деп ойлаймыз. Сол видеокамералар осы Никарагуаның өзінен шығады екен. Ал енді қазір біз Зумбаның қимылдарын, бір ерекше қимылдарын байқап отырмыз. Қазір секірді. Біздің картингіміз секірді. Қазір финишқа жақындап келе жатырмыз ау деймін. Мынау қазір сол жақтағы әртүрлі павильондардың да куәсі болып отырмыз. Енді қазір мынау Марконың үстіндегі Дакар деген қызыл киімге мән берген шығарсыздар. Бұл деген сөз, бұл екі Марко мен Зумбаның әшейін әуесқой емес екенін көрсетеді. Яғни бұлар нағыз профессионалдар. Осы профессионал болғанының себебінен қазір 7-ші орынға артта қалып кетіп жатқан шығар. Сондықтан да қазір Зумбаның жыны шықты және Маркодан өз орнын тартып алды. Сен айдай алмайсың машинаны деген сияқты қазір Зумба өзінің мастер-класын көрсететін болады. Қазір оппоненттердің барлығынан қалай озып кететінін көретін шығармыз. Ал Зумба көрсеткені. Зумбаның артындағы жазуларын оқи алып жатқан жоқпын. Сіздер оқып жатсаңыздар комментарияда жазып қалдырыңыздар. Зумбаның да түрін көріп отырмыз. Нағыз профессионал екені көрініп тұр. Ойбай, бұнау профессионал болғанына қарамай, кішкентай балдар әшейінде велосипедпен озып кетіп жатыр ғой. Қандай масқара. Марко мен Зумба, давай. Марко мен Зумба сендерге болысып отырған Никарагуаның мысы үшін сендер бірінші орынды алуларың шарт. Никарагуалық біздің достарымыз деуге болатын шығар. Никарагуалық адамдар бізге қаншалықты дос екенін сондай-ақ комментарияда жазып қалдырсаңыздар болады. Немесе жазбасаңыздар да болады ағайындар. Міне Никарагуаның біз жалауын көріп отырмыз және де финишқа келіп қалыппыз ағайындар. Міне Зумбаға оңға тоқта деп жатыр. Құрметті ағайындар, біздің никарагуалық достарымыз ең соңғы орындардың бірі 7-ші абыройлы орынға таяқ тіреді. Құрметті отандастар, сол себепті бүгінгі видеомыз осымен соңына жетті.